Ketiş var. Ya Najuk to'xta. Najuk. Bo'ldi, ranjimayshi. Ketiş var, жаным daldı voy. Bo'ldi, ranjimay ketdik, odamda bizning baldarni topib olaylik. Hanımlar men mırzalar, kelingizler, akşa tigingizler. Ursa yuqtatatın, tepsi temir üzетін kızlarınız Tomi. Қалай ойлайсың, Томи жеңе ма? Егер сен мен білетін Томи болатын болса, ол ешкім даямайды. Ne oldu Jumbo? Білесің ба? Жоқ, аттардың көзіне қарап тұрған ғой. Аттардың көздеріне ма? Жайшамайды. Күшті қуан. Bir жерден оқыдым. Аттардың көзіне ұзақ қарасаңыз ғой. Аттар тіріліп кетеді дейді ғой. Ой, Туған күніңе! Айбар, сені шын жүректен құттықтаймын туған күніңмен. рахмет. Aybar, tuğan gün, tilek, anamla koya ver. Tort var mı? Ketiş var diyendiriz, birdenге айтама десек, торт туралы айтып отырсың. Назёк? Назёк! Сен қайға қарап тұрсың? Жай ештеңе. Айдана. Ау? Сен жалпы Sen yemeğine sen deyip yemeğin mığırlap atsın. мама. Назюк, бұл Назюктың даусы ғой. Жоқ, Hey, toktаңдар. Тегін тамақтарды жатыр ма? Сен қазір өз еркіңмен кетпесең. Не болып қалды? Бәрі дұрыс па? Томи? Aybar, менің іздегенім де сенсің. мен Сенің бүгін мейрамың емес пе? Мына сыйлық саған. Ол туралы ойлаушы да болма, Айбар. Ау, жейтін зат емес пе, не ол? қызық, мына телефоннан қуаттайтын жер жоқ қой, қалай қуат алады сонда? Мүмкін ауылмен демалған шығар, мұрны бар шығар. Іздеп көрсеңдерші. Осыны не алса емдеу керек еді? Айдана, көресің ба? Жоқ, менің жүрегім бір жамандық сезіп тұрған сияқты. Менің ойымша, жаңағы сыйық мазақ мына телефонды босқа бермеген сияқты, Айбар. Айтпақшы, Кану?
Yo dostum. Kiyinmapsın o. Ne giysin be? Çipsini bir yerine koş ha. Ойнап айтам, ей. Айбар, сен танымастай өзгеріп кетсің ғой, бәрі дұрыс па? Иә, бәрі тіпті келем. Не деп жатсың, ей? Не өзгерген? Түсінбей жатырмын. Ya мен де соны ойланып тұрмын. Несі ойланатын бар? Шашын алғансың ғой, я? Шашын алдың ғой, я? Сәлем, сұлуым. Не болды? Үндемейсің ғой. Айбар, кетші. Айбар, компьютерный клубқа бармағалы көп болды ғой. Bir жарысып келмедік па? Жарайды онда. Сен дайындал. Ал мен кеттім. Томи, Айбардың өзгергенін сен де байқадың ба? Әрине, және өзін жарасатын сияқты ма? Қойшы қайдағы? Маған тіпті басқа адам болып көрінді. Слишком тәкаппар болып кеткен сияқты ғой. Сәлем, сұлуым дегенше. Ой, қойшы. Несі бар, бұрыннан бері саған сезімі бар екенін белгілі ғой. Просто бұрын анық-мұнық етіп айта алмайтын еді да. Маған сол кездері қаттырақ ұнаушы еді. О, қыздар, сендер не істеп жүрсіңдер? Не істеп? Сендер іздеп жүрміз. Жай шама? Чатты оқымайсыңдар ма? Айбар мен Бөканың жарысы басталады. Жүріңдер, Жүр. кеттік. Жоқ, бұл жай ғана ойын. Олар менің достарым ғой. Дос, күлкіңді келтірмей қойшы, Айбар. Дос деген әлсіздіктің белгісі. Мен сені бәрібір де құтыламын. Сен мені жындалып бітетін болдың ғой. Сен мені өлсең де құтылмайсың, Айбар. Достар, тез-тез кеттік, жиналыңдаршы тез. Болыңдаршы тез-тез. Оппо. Бұл не деген асығыстық? Айбар, біз асығып тұр едік, біз кете берейік.
Тағы да компьютер ойнамадық па? Айбар, кешір, біз асық тұрек, кейін жалғастырамыз ойын. Түсіндіретін біреу бар ма өзі? Үйіп кетші ап. бәрін өзің көрдің ғой, Айбар өзгерген. О жо, оны түсініп тұрмын ғой. Бірақ не үшін? Не себепті өзгерді? Мен бір кино академиясын білем. Соған актер шеберін шындап жүрген шығар. Я ол жерді мен де білем, атқалайды мей. Болды қойыңдар. Бұл мүлдем басқа жағдай ғой. Сен нені меңзеп отырсың? Мен бүгін Айбар ойынан жеңіліп шығып кеткен кезде артынан аңдыдым. Ол өз-өзімен айнамен сөйлесіп тұрды. Не болмай мана, мен де өзіме сөйлесем ғой. Я, бұл бір түрлі, бірақ Айдана сен не айтқың кеп тұр бұнымен? Менің ойымша, Айбардың ішіне жын кіріп кеткен. Стоп. Осы жерден тоқтата салыңдаршы, ешнәрсе айтпай қойыңдаршы. Назик, кеттік, жүр. Жоқ, тоқтаңдар. Назик, әдемі? Кешірші, бірақ мен ондайдан қорқамын. Сонымен кімде қандай идея ішіндер? Айдана, кешір. Мен тірліктен шыққаны. Менің итім ауырып қапты да. Қандай ит? Сенде ит жоқ қой? Ой, ауылдағы итім ауырып қапты. Томи, Айдана кешір, бірақ сен тым артық кетіп қалған сияқтысың. Қайдағы жын не айтып жатсың? Мен ойымша, саған демалу керек. Сосын егер де қаласаң, психиатрға барайық бірге. жоқ, керек емес. Кете бер. Айдана, қаласаң қалайын? Жоқ, рахмет. Кете бер. Жарайды, сау бол. Айбар, тоқташы. Саған не болып жүр? Мектепке де келмей кеттің ғой? Маған жолаушы болма. Тасташы маған, ай! Маған жолама дедім ғой. Beka, ne oldu? Мен барып бургер заказ етіп келейін қазір ма? О, өрге тез дайын болып мана. Тоқтаңдаршы. Жамырамай біреуің айтыңдаршы. Айбарға көмектесу керек. Сонымен не істейтін болдық? Айдана мен не істейтін болдық? Бізге қызыл смартфон жайлы ақпарат іздеу керек. Не істеп тұрсыңдар? Кірісіңдер. Таптым! Алматы қаласында 15 жасар қыз із-түссіз жоғалып кеткен.
Жақындары айтуы бойынша жоғалардан бір апта бұрын ол қызыл смартфон тауып алған еді. Анасының айтуы бойынша ол смартфоннан кейін қызы өте қатты өзгеріп кеткен. Көрген білгендер болса төмендегі көрсетілген нөмерге хабарласуын сұраймыз дейді. Иә, біздің жағдайымызға қатты ұқсас екен. Қыздар, жігіттер, маған біреу видео звонокпен звондап жатыр. Алсайшы енді. Алло? Ей, сен кімсің ей? Сіз ғой маған соғып тұрған. Мен? Менің тіпті телефоным да жоқ қой. Ойбай бекем, мынау кім таға? Одан да қызыл смартфон жайлы ақпарат іздесей. Қызыл смартфон? Сіз ол смартфон жайлы білесіз бе? Ей, ол қызыл смартфонды не істемекшісіңдер? Ұмытыңдар оны. Аға, біз досымызға көмектесуіміз керек. Менің не қатысым бар? Мен ол бәледен әрең шыққам. Шыққам? Иә, ол смартфон өзінің ішінде сорып алады. Нақтырақ, адамның жанымен қуаттанады. Сөйтіп сенімен басқарады ол. Біздің досымыз да басқарып алды, соған көмектесіңізші. Мен көмектесе алмайым. Өтінеміз аға, бізге көмектесіңізші. Оған тек сендер, жақын адамдары көмектесе алады. Біз Иә, сендер. Сендердің бойларыңда сендер білмейтін өте мықты күш бар. Бірлесіңдер, қорқыныш деген жоқ. Ағай, артыңызда... Махаббат сезімі сендерді құтқарады. Түсінбедім ше. Кешіріңдер. Достар, барлығымыз бірге жүреміз, түсіндіңдер ма? Түсіндің ба, Нәжет? Кешіріңдер. Оқ мұрында. Өз көлеңкелерінен қорқып, тағы біреу құтқармақшы ма? Күлкілі. Сәл валдай бар, шыда. Сенің де жаның жақында меніңкі болар. Ей, сайқымазақ! Асылу, кеп қалдың ба? Мен түсіндім сен не үшін адамдардың жан соратыныңды. Себебі саған ешкім жақсы көрем деп айтпаған. Адамдарда Құдайдың берген махаббаты мен ата-ананың берген мейірімі бар. Сен оны сезінгің келеді, бірақ сен жай ғана темірсің. Және де сен тым артық кетіп қалған сияқтысың. Болды, жете! Кеттік, достар! Достар, шынарды! Енді смартфонға жаланбаспын. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age. О, смартфон.